Қош келдіңіздер. Бүгінгі видеом сіздер көптен күткен видео болады. Қандай видео деп ойлайсыздар? Дайынсыздар ма көруге? Міне достар, мен жаңа YouTube хаусыма обзор болады. Рум-тур. Бірақ мен білмеймін, если честно, негізінде. Әдем болып шықты ма, шықпады ма? Бірақ қазір көрсем. Вот осындай. Вот, на төбесіне бесте қою керек, мында колоннаны әдем алдырып. Достар, вот. Осындай әдем қылып. Неге Құран кесігінде болып тұрсын десеңіздер, но тұра берсін. Мынандай фонарлар. Үйім бұл жолы кварцтан жасалды, колоннадан емес. Ну вот, осындай коридор. Коридорда сол жағымызда осындай джакузи. Көптен күткен джакузи. Осындай киім ілетінмен, айнамен отыратынменен. Әрине керек болып қалатын деп қойып қойдым отыратында. Ондай мына жақта осындай летный жер. Шай ішесің, өтесің, жатасың, өтесің дегендей. Айнамен осындай полностью. И садқа шығып кетесің бұл жақтан. Кішкентай ғана сад, ну. Максимально кішкентай, бірақ нормально. Одан кейін сыйыр артынан қалмады ғой. Так. Одан кейін бізде оң жақта осындай кухня. Ай, шатасып кеттім достар. Шатасып кеткен досым деп. Міне бұл жақта бізде туалет ванна. Осындай әдемі қылдырып салып қойдым. Ой. Тұр. Душымен, ваннамен бәрін жасап қойдым. Айна екі блокты. Бірдей образ анауына көрсетілді. Тағы айна. Айна көбөшімейді. Мына жерде кухня. Дәу өтінді әдемі кухня. Панорамный терезе деп па. Достар, мына жерде холл. Как обычно грушами. Грушасыз не обойтись. Костер. Телевизор. Солай. Ал енді екінші этаж осындай әдемі. Бұл жерде бізде гардероб, шкафтар. Обычным. Мына жерде вот әдемі қылып манекендер тұр. Қараңыздаршы, әдемі болып тұр. Осыларға киім ілу керек. Киім іліп қою керек. Менің комнатамда ең соңына қалдырайық. Бұл жерде бізде не деп ойлайсыздар? Әрине студия. Студия осындай фонарлармен, әдемі компьютермен қонақтарды келіп отыра беретіндей. Вот. Мына жақта комнатаны сұрамай ақ қойыңыздар, өйткені пустой тұр. Ал енді үшінші этажға кеттік. Үшінші этажда өте көп комнатада адасып кетемін өзімді. Мына жерде енді кішкентай бөлме, лестницаның склад. Складта керек қой анау сақтауға, оружие анау. Мына жерде осында көп қонақтар күтетін стол. Дальше мына жерде қазақ білмедім, не дейді? Көрпеше тізіп қойдым, осында әдемі қылып. Полкамен әдемі қылып қойып қойдым. Вот мына жерде терраса дейін ба, не дейін? Балкон дейін ба? Сондай. Одан кейін мына комната. Бұл қонақ бөлме. Кішкентай, бірақ уютный өте. Қонақтар төсек. Осындай жер, отырасың, анау көресің, сағатты қарайсың, кітап оқисың даже. Даже телевизор қойып қойдым. Әдемі қылып. Енді бәрі бар. Ең самый дәу комната бұл мынау десем, қателесем. Менікі де осындай шамандастар. Телевизордың түрін қараңыздаршы. Бірақ мен осындай қылып қойдым. Өйткені мынандай дәу комнатаға кішкентай 2 блоктық телевизор жетпейтін секілді. Сағат бойым жетпейтін. Мен костер мынандай. Осындай тағы полочка. Қоям оған. Енді көшіп келе жатырмыз біз. Мына жерге растение қойып қою керек. Наковальнямен
достар, бұл жолы все по-другому дейді. Не дейді сондай, достар? Так. Обычный туптың листін қоямыз. Бұл менің үшінші үйім ба, достар, сондай ма? Вот, бір блок, екі блок. Осында қойып жатырмын. Негізінде бұны далаға қояды. Бірақ әдемі көрінеді накованиеден. Накование уже мен екі үйге қойдым. Сосын кішкене идея өзгертейін дедім. Болды. Барлығын көрсеттім. Ал енді өзімнің комнатамды көрсетейін. Міне, достар. Бірақ негізінде қандай уютный емес, достар. Бірақ бірге менің комнатамда. Кухнясыз бірге. Мына жер тоже. Бірақ люксіз. Суреттеріп қойдым, дәу қылдырып. Әдемі қылып. Бәрін әкеп қойдым. Мынандай бояды жер, анау. Компьютер, анау. Бәрін әкеп қойдым. Одан кейін осындай менде өзіме арналған отыратын зал дейді. Неден сондай? Мына жерде менде өзіме арналған гардероб, өзімнің ғана киімдерім тұратын. Мына жерде өзіме арналған туалет ванна. Достар, бір үй ғой менің комнатамның өзі, бірақ кухнясыз қоюға болады. Мына жерге кішкентай қылдырып деппін. Вот, достар, осындай. Менің комнатам. Ал, достар, мен осы рум-тур. Бұл бізде қала. Қазірше салу керек. Қалай бағалап кетіңіздер. Сыртында, ішінде бағалап кетіңіздер. Қай комната ұнады, қай комната ұнамады. Бірақ маған мына жер кіре берсін ұнамай тұрдым. Бірақ әдемі, бірақ төбесі слишком біртүрлі. Бұяққа қазір крышаны мынау істеймін. Вот, достар, взгляды үйдің. Алыстан әдем болып көрінеді екен, бірақ. Вот, бізде қисық жер. Қазір тізеге істейміз. Сау